Армысыздар, эфирде Қорғаныс министрлігінің онлайн брифингі. Бұл шығарылымда коронавирусқа қарсы салынатын екпе жөнінде айтатын боламыз. Брифингтің бірінші бөлімінде Қазақстан әскері үшін өткен апта қалай өткенін әңгімелейміз. Қазақстан Республикасының президенті, қарулы күштердің жоғарғы бас қолбасшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қорғаныс министрі генерал-лейтенант Нұрлан Ермекбаевты қабылдады. Қорғаныс ведомствосының басшысы биылғы жылдың бірінші тоқсанында атқарған жұмысының қорытындысын, әскердің жауынгерлік даярлығы мен тәртібін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылданып жатқан шараларды баяндады. Генерал-лейтенант Ермекбаев Алтын жебе және Қалқан 2021 оқу-жаттығулардың нәтижелерін, биылғы жылдың екінші жартыжылдығына жоспарланған Отпантау стратегиялық оқу-жаттығуына дайындық барысын баяндады. Жоғарғы бас қолбасшы әскери ведомство басшысына еліміздің қорғаныс қабілетін бұдан әрі дамытуға бағытталған бірқатар тапсырмалар берді. Қорғаныс ведомствосының басшысы еліміздің оңтүстік өңіріне жұмыс сапармен барып, Арыс қаласындағы оқ-дәрі қоймаларындағы өрт салдарын жою жұмыстарының барысын тексерді. Негізгі назар инженерлік-саперлік құрама жасақтың қызметіне аударылды. Оған оқ-дәрілер қалдықтарын жинау және оларды кәдеге жарату бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы баяндады. Әскери саперлер қалаға іргелес аумақтарда егіс науқанын қауіпсіз жүргізу мен мал жаюды қамтамасыз етті. Қорғаныс министрі жергілікті халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша бірқатар нұсқаулар берді. Қысқы оқу кезеңінің аяқталуына байланысты әскерлерде полигондар мен оқу-жаттығу алаңдарынан оқ-дәрілер қалдықтарын тазарту жұмыстары жүргізілуде. Қарулы күштердің құралымдары мен бөлімдерінде қару-жарақ пен әскери техниканы жазғы пайдалану тәртібіне ауыстыру жүзеге асырылуда. Жоспарға сәйкес қарулы күштердің әскери қызметшілері мен азаматтық персоналына вакцина салу жұмыстары жалғасуда. Бүгінде жеке құрамның 20%-ға жуығы коронавирусқа қарсы екпе қабылдады. Азаматтарды мерзімді әскери қызметке шақыру жалғасуда. Әскери бөлімдерге келген жас сарбаздарға карантиндік шаралары мен жас жауынгер курсы ұйымдастырылады. 22 сәуірде әскери полицияның әскери қызметшілері кәсіби мерекелерін атап өтті. 1997 жылдың дәл сол күні Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен әскери полиция органдары құрылды. Бүгінгі таңда алдын ала тергеумен, жедел іздестіру қызметімен, құқықтық тәртіп пен әскери қызметтің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін әскери полиция заманауи қару-жарақ және арнайы техникалық құралдармен жабдықталған. Қарағанды гарнизонына қатысты әскери полиция бөлімінің анықтау және іздестіру бөлімшесінің офицері капитан Заңғар Алкенов қарулы күштердің әскери қызметшілер арасында алғашқы болып Қазақстанның рекордтар кітабына кірді. Ол 200 шақырымдық ультрамарафонды 35 сағат 12 минутта жүгіріп өтті. Әскери қызметші 2020 жылдың қыркүйегінде Қарағанды Жаңарқа бағыты бойынша жүгірген болатын. Өткен аптада Қорғаныс министрлігі 4 нормативті құқықтық акт әзірледі. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізілді. Министрдің блогына 6 өтініш келіп түсті. Қорғаныс министрлігі заң департаментінің кол орталығына біржолғы тұрғын үй төлемдері және зейнетақымен қамтамасыз ету мәселелеріне қатысты 8 қоңырау пысықталды. Ақпарат және коммуникациялар департаментіне журналистерден 25 өтініш келіп түсті. Бұқаралық ақпарат құралдар өкілдерін қызықтыратын негізгі отан қорғаушы күні мен ұлы жеңіс күнінің құрметіне өтетін іс-шаралар, қарулы күштердегі вакцина салдыруға қатысты тақырыптар болды. Қарулы күштерінің жеке құрамына екпе салдыру жұмыстары қызу жүргізуде. Вакциналау тақырыбы туралы бүгінгі қонағымыз Бас әскери медициналық басқармасы бастығының орынбасары, медицина қызметінің полковнигі Әлібек Манабаев толығырақ айтып береді. Әлібек Нығметұлы, қош келдіңіз. Саламатсыз. Бәйгеньюз KZ ақпараттық агенттігінің сұрақтары: жылдың соңына дейін қанша әскери қызметші екпе алады? Жылдың соңына дейін біздер 100% әскерилерді вакцинациялау жоспарлап отырмыз. Әрине 100% ол болмайды, өйткені медициналық қарама-қайшылықтар болады. Ол жаңағы бас санитар дәрігердің қаулысында көрсетілген. Жүктіліктер, бала емізетіндер или қандай да бір аурулары бар адамдар. Жақсы. Әскерлер вакцинаға байланысты ғылыми сынақтар мен тәжірибелерге қатыса ма? Жоқ, әскерилер ғылыми сынақтарға, клиникалық зерттеулерге қатыспайды.
бұл халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі кодексімен қарастырылған. Бұл әскери қызметтің ең бірінші тұрақты әскер даярлықта болуымен байланысты. Қазақпарат халықаралық ақпараттық агенттігінің сұрақтары. Екпе қабылдаған әскери қызметшілерге қандай да бір жағымсыз әсерлері байқалады ма? Екпеден кейін олар жалпы өздерін қалай сезінуде? Қарулы күштерінде жаппай вакцинациялау 10 сәуірден басталды. Қазіргі күнде 18 мыңнан астам адам вакцинация екпе алды. Бірақ олардың ішінде жағымсыз әсерлер болған жоқ. Болған әрбір қандай да вакцинация алған кездегі болатын шамалы қызу көтерілуі, укол салған орынның ауруы сияқты шағымдары болған. Ол барлық вакцинада алған кезде бұл иммундық жүйенің қарсы реакциясы деп есептейміз. Толықтай вакцина алған қанша, яғни екпенің екінші компонентін қабылдағандардың санын айтсаңыз? Толықтай вакцинациялаған адамдардың саны 500-ден астам қазіргі уақытта. Топ-пресс KZ ақпараттық порталының сұрақтары. Алыс гарнизондағы екпе қабылдау үрдісі қалай ұйымдастырылған? Алыс гарнизондарда екпе жүргізу жергілікті денсаулық сақтау мекемелері арқылы жүргізіледі. Олар және аймақтық денсаулық сақтау мекемелерінен жылжымалы екпе жүргізетін бригадалар арқылы жүзеге асырылып жатыр. Ал жалпы мерзімді әскери қызметшілерге екпе салынады ма? Мерзімді әскери қызметшілерге екпе салынады. Бұл қатерлі топ санатына жататын болғандықтан әскери қызметшілер көп адам бір жерде өмір сүреді, бір жерде тамақтанады. Соған байланысты оларды бірінші ретте вакцинациялауға жатады. Ол үшін түсіндірме жұмыстар жүргізіледі. Әрбір әскери қызметші ерікті түрде екпені алады. Әлеуметтік желілерде әскери қызметшілерді екпе салуға мәжбүр дейді деген сондай ақпарат жүріп жатыр. Бұл ақпарат қаншалықты рас? Бұл ақпарат рас деуге келмейді. Өйткені әскери ортада әрбір әскери қызметші өзінің басшылары, командирлері еліктеу арқылы вакцинация өтуге талпынады. Мысалы, бөлім командирі, медицина қызметінің қызметкерлері өткеннен кейін оларда екпе алып қатардан қалмауға тырысады. Басшылық құрамынан екпе салдырғандар кімдер? Қорғаныс министрлігінде екпе алғандардың ең алғашқылары болып Қорғаныс министрлігінің өзі алды, оның орынбасарлары, бас қолбасшылар. Әрине, медициналық қарама-қайшы лақтар болған адамдар ғана алған жоқ. Жақсы. Спутник Қазақстан желілік жаңалық агенттігінің сұрақтары. Екпе қабылдаған әскери медицина қызметкерлерін санын айта кетсеңіз? Мыңдаған адам бүгінгі күнде алды әскери медицина саласының мамандары. Ал жалпы Қазақстанда қанша әскери медицина қызметкерлер бар? 3000-нан астам әскери қызметкерлер бар бүгінгі күнде. Қажет болған жағдайда қанша медициналық қызметкері коронавирус індетіне күресуге жұмсалады? Бұндай мәселе қарастырылған. Денсаулық сақтау мекемелерінің жергілікті әкімшіліктердің сұранысы бойынша 2000-нан астам әскери медицина қызметкерлері коронавирусқа қарсы іс-шаралар жүргізуге жұмылдырылады. Қазіргі кезде Қазақстанда коронавируспен күреске жұмылдырған әскери медицина қызметкерлері бар ма? Жергілікті әкімдіктердің сұранысы бойынша Нұр-Сұлтан қаласындағы бас әскери клиникалық госпиталь, Алматы қаласындағы әскери клиникалық госпиталь коронавирусы бар науқастарды емдеуге жұмылдырылып отыр. Бұл мекемелерде
тәжірибе жеткілікті. Өйткені пандемияның бірінші кезеңі кезінде қарулы күштерінің 4 әскери мекемелер коронавирусты науқастарды емдеуге жұмылдырған болатын. Ал оларға үстемақы төлеу жағы қарастырылған ба? Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығымен бұйрығына өзгерістер енгізу арқылы ол қарастырылған. Азаматтық денсаулық сақтау саласындағы әріптестер сияқты олар да үстемақы алып отыр. Әлібек Нығметұлы, жауаптарыңызға рахмет. Қош сау болыңыз. Сау болыңыз. Қазақстан әскерінде болып жатқан соңғы оқиғалар туралы Қорғаныс министрлігінің сайтынан, ресми телеграм арнасынан және біздің әлеуметтік желілерден оқи аласыздар. Қош сау болыңыздар.